Алып кеткен сосын түнде құлағына сыбырлайды бір балаңды өлтір деп. Біреу? Иә, өзі кейін айтады ғой енді. Қан, жын болады, жаңағындай ауырып, жаны сырқырап тұрған адамдарға. Сонда бір деген қабылдаса соны жібермей ма сонда? Жоқ. Ішінен пышақты алады да баласын жыныс мүшесін кесіп ол баласын. Ол іштеке емес пе? Бір едік қой көтші. Мәліп қой көтпейін деші. Сосын ролтын жібеймін. Мамасы таңаға қатты ұрып тастайды ғой. Кейін бәрі наркоман кеткен, құрып кеткен бәрі. Психикаға қалай әсер етеді? Қолым жақсырақ. Жаңа біз қай сұраққа келдік? жалақысы айырмашылық дедік. Қайырлы күн достар, есім Құрманғалиев, сала таңдау және де мамандық таңдау каналының продюсерімін. Бүгін сіздерге керемет сала және керемет мамандықпен таныстыратын боламыз. Бүгінгі біздің саламыз, бүгінгі біздің мамандығымыз әлем бойынша, болмаса Қазақстан бойынша десек те болады. 80% қоғамдық проблема десек те болады да. Қазір әрбір үшінші адам Жанна ханымның айтуы бойынша бедеулікпен ауырады. Ал біз Жанна ханыммен дұрыс таныстырып берейік. Жанна Торемуратова, бизнес басу кәсіпкерлік қай ағының несі? Мен 26 жағымда оқытамын. 26 жағымның түлегі. Мамандығыңыз? Дәрігер, акушер, гинеколог, сексолог, узист. Салаңыз, кәсібіңіз? Гинекология, сексология, узи. Үш салада жұмыс істейді және үш саланың мамандығы десек те болады. Яғни бұл салада сіз маман болып жұмыс істедіңіз, кәсіп ашып кәсіпкер болдыңыз. Иә, әрі кәсіпкер, әрі мамандығымды өзім жалғастырып жатырмын. Яғни мамандығыңызды кәсіпке айналдыра алдыңыз. Айналдыра алдым. Осы 26 жағымда оқып жүргенде көп ойлар болған. Басында писари сатумен бастағам, естеріңде болса. Иә, үлкен кісілерге арналған, жаңа зәрін ұстай алмай қалған кезде жатырды көтеріп тұруға арналған. Өйткені жөтелгенде, түшкіргенде зәрін соны саттым. Сөйтіп сонымен жүрген кезде енді адамның көзіндегі шел алына бастайды ғой. Сөйтіп әртүрлі салаларды іздестіре бастадым. Басында ойлайтын, осы гинекология бір оңбаған, құрықпаған мамандық екен. Вообще ақша табамайсың, ол бизнеске айналдырамайсың, ол бір жеке кәсіп ашу үшін оған көптеген миллиондаған ақша керек, ол мүмкін емес. Мен жеке өзім гинеколог болып, мен вообще медицинаны тастаймын деп келгем. Сосын бірақ 10 жыл тәжірибе, оны қайқа жібересің енді. Қолымнан сол гинекологиядан басқа ештеңе келмейді. Мамасыз? Иә, мамамын. Енді мысалы көшеге шығып базарда сауда жасай алмайсың. Бір затты сат деп реклама жасау қолдан келмейді ол. Осы қолымнан сосын ойлана келе қолымнан басқа дәрігер болудан басқа ештеңе келмейтінін түсіндім. Сосын YouTube канал аштық, Instagramды дамыттық, біртіндеп келе жаңағы алған білімдер арқылы жеке кабинет ашып, жеке кәсіпкер болуға болатынына көзім жетті. Мінекей өзім бүгін қанша ай болды кәсіпкер болғаныңызға? Кәсіпкер болғаныма бір 3-4 ай ғана болды. Кабинетті ашып, жеке өкіметтен бөлініп, жаңа қамытты шешкеніме. Құрметті көрермендер, бүгін гинеколог, уролог, білмеймін, врачтар араларыңызда мектепте істейтін, больницада істейтін кісілер болса, және өзінің мамандығын кәсіпке айналдырғысы келетін болса, және де араларымызда оқушылар отырса, қандай мамандыққа түскісі келетін білмей отырған. Сіздерге арналған видео, сіздерге арналған шығарылым. Біз үлкеннен бастаған жоқпыз, кішкентайдан бастадық. Үлкен бір гинекологический отделение барып жатқан жоқпыз. Өйткені ол жаққа барып, оның табыс көзі мен оның өсу процесін көрсетсек, оған адамдардың сену өте қиын, өйткені ол қол жетпесіне болады. Бүгін біз Жанна Торемуратова ханымға келдік. Қанша квадрат метр болады бұл жер? Бір 30-35 шығар. 35 квадрат метр жерде өзінің кәсібін жасап отыр. Және де бұл кісінің өзінің ең үлкен бір, ең басты аппараттарыңыз бар, жетістігіңіз қандай бар? Менің ең үлкен байлығым бұл менің УЗИ аппаратым. Басында енді бір ойлаймыз ғой, бір көп ақша керек деп. Ең бастысы мен түсіндім, мен әрі УЗИстпін ғой. Маған УЗИ аппарат керек. Сосын ол УЗИ аппаратты қалай алу керек? Ол жаңағы жақсы көрсететін экспертный класс дейміз ғой. Олар сол 10 миллионнан жоғары. Сол мен бүгінгі аппаратым 15 миллион тұрады. Жаңағы 4 датчигіне байланысты, ішіндегі нелеріне байланысты, мүмкіндіктеріне байланысты әртүрлі бағада болады. Басында ойладым, буу алсам екен, бірақ бууға сенім жоқ болды. Сосын әртүрлі компаниялармен осы жаңа мед оборудование сататын компаниялармен сөйлесе келе, олардан жаңа бөліп төлеуге алуға болатын, рассрочкаға сөйтіп алуға болатын келістік. Сөйтіп бастапқы 30% жарнасын төлеп, қалғанын 2 жылға бөліп төлеуге алдық. Алдыңыздар, иә. Және бұл жерде өзім жаныма серіктес таптым, жаңа өзім сияқты дәрігер, сокурсницамен бірігіп, өйткені шынымен ол қаражат мәселесі, аппаратсыз енді қиын болады. Медицинада дұрыс диагноз қою керек, сол үшін УЗИ аппарат керек. Екі қабат әйелдерді көру үшін, сол үшін ең бірінші осы аппаратты алып алдық. Одан кейін жаңағы орналасу орны өте маңызды нәрсе. Мысалы, бір бұрышқа барып, сен УЗИ түсірем десең, сені ешкім танымайды, күлмейді. Орынды қайдан танымайсыз? Иә, орынды сол аурухананың жанынан, яғни адам ауырған кезде бірінші ауруханадан жағалайды ғой. Жаңағы мемлекеттік ауруханаға барады. Ол жерде мысалы кезек болады, орын болмай қалады, дәрігер болмай қалады. Сол үшін адамдар жеке меншікті іздей бастайды. Соған жаңағы аурухананың жанынан. Сосын бұрыннан өзімнің 10 жылдан бері жиналған пациенттерім бар, мен іздеп келетін. Сол кісілерге қай жердесің деген кезде түсіндіруге айту оңай. Бұрынғы тұратын жеріме қарама-қарсы деп айта салғанға.
сөйтіп яғни мына жерде орталық полиция тұр, соған қарама қарсы орталық қаңғырып орталыққа жаңағы орны өте маңызды бизнестің. Мысалы соның жанында нотариус болу керек обязательно. Сол сияқты аурухананың жанында жаңа УЗИ немесе частный кабинеттер сол аурухананың төңірегінде болған жақсы. Халық келетін, халық жүретін, яғни білетін, көретін. Өйткені енді ауырған кезде адам бірінші аурухананы, скорыймен болсын, ауырып болсын, бірінші аурухананы жағалайды ғой. Сол жерде мысалы аурухананың жанында сен рекламаңда болып жазылып тұрса, УЗИ, гинеколог деп, мамолог деп, сол кезде саған келеді. Ол да бір 30% ол жаңағы бір бизнестің дамуына өте бір маңызды орналасқан жерің, маңызды дүние. Құрметті сауатында көрмелер, Жанна ханым енді видеоның басынан бастап сіздерге өте пайдалы ақпарат беріп отыр. Және де осы мамандық иелеріне де бүгін осы сұраққа Жанна ханым жауап беретін болды. Бұл мамандық қанша жыл оқиды, қайда оқу керек, қанша теңге төледі, және соңғы нәтижесі, жалақысы қанша болды, кәсіпкерландырса қандай жетістікке жеткен жайлы бөліп береді. және де гинеколог саласында отырған мамандар болса, осы саланы өзінің кәсібіне айналдырғысы келсе, бұл кісілерді осы видеоны толық көруге тиіс. Өйткені Жанна ханым сіздерге бірінші ақыл кеңесін айтты десе болады. Яғни бұл кәсіпті ашқан кезде ең бірінші орын маңызды. Орынды орталықтан Алматыға жүгіріп кеткен жоқ. Өзі істеген, жұмыс істеген жерінің тура сол қарама қарсы больницаның жанынан ашып отыр. Одан екінші инсайт десек болады, ол өзінің бұрын істеген клиенттері, бұрыннан келіп жүрген клиентский базасын осы жаңа ашқан жеріне шақырып отыр. Ол кісілерге мен ойлаймын, айырмашылық жоқ. Сізге келді не орталық больницаға келді. Қайта менің бұрынғы пациенттерім осында көшіп келгенде жақсы болған екен. Ана жерде талпада көп адам арасында отырушы едік, сізді тосып, енді мына жерде еркін келіп, сізге қаралып кетеміз, өте жақсы болды деп қайта қуанады. Онда жайғасып сұхбатымызды жалғастырайық бүгінгі біздің кейіпкерімізбен. Жанна ханымға қазір біздің ең бірінші қойылатын сұрағымыз осы мамандықта қанша жыл оқыдыңыз және қайда оқыдыңыз? Ең бірінші сұрағымыз осы. Енді медицина саласы болғаннан кейін міндетті түрде ұзақ оқиды. Одан кейін екінші сұрағымыз қанша жыл істедіңіз және қашан кәсіпкерлік пен жаңағы жалақылықтың арасындағы айырмашылық жайлы айтып берсеңіз. Одан кейін біздің жас көрермендер де болды, Мамандық Таңдау каналының көрермендер де өшірді. Оларға да айтар кеңесіңіз жалпы. Адамдар мамандыққа түскен кезде осы медицина саласына түскен дұрыс па, әлде дұрыс емес пе, осы жайлы қозғап кетсек. Мысалы, көп ата-аналар ой дәрігер болсаң әйтеуір жаңағы аштан қалмайсың, жалақың болады, медколледжге түссін, мединститутқа түссе де, сөйтіп әке-шешесінің айтуымен барады да. Бірақ негізі бала өзі қалап тұру керек. Өйткені бұл жерде қан, жын болады, жаңағындай ауырып, жаны сырқырап тұрған адамдарға бұл шынымен бір көмектескісі келіп тұратын адам болу керек та. Мысалы әке-шешем айтты-ау, медколледж сол бір әйтеуір аш қалмаймын-ау деп барса, ол мамандық мысалы әлгі тек отырып кететін мамандық емес, бұл жерде өте жауапкершілігі мол мамандық. Өйткені әсіресе гинекология ол екі адам өміріне бірдей жауап бересің. Мысалы құрсақтағы баласы бар, жаңағы әйел бар, оның әйелдің артында күйеуі, бала шағасы дегендей. Сол үшін бұл медицина мамандығына өзі сүйіп бару керек, ең біріншісі. Бала кезден қалап соны, мысалы болады кейбір адамдар жаңағы бір қолын кесіп алса, бинт байлап, соған бір икемі бар. Тіпті медколледждің өзіне де өйткені дипломды алып алады да медколледжді. Жаңағы диплом тастақ қояды да, сандықта өздері басқа бір жаңағы базарда сауда жасап тұрады. Я мен бұрын медколледжде сабақ бергем, сол кезде студенттерімді кейде базарға барғанда көрем, сонда айтам, әлгі 9-дан кейін 4 жыл оқиды. 11-ден кейін 3 жыл оқиды. Сонда 3-4 жылдарын бекер заяғы болады. Не үшін оқыды деймін да? Диплом үшін. Сонда ол мысалы қажет емес, тек әке-шесін алып берді. Қаншама жылын құр зор зая қылды, ешқандай бір ақша кетті, қаншама қаражат кетті, сөйтіп жүрді. Содан кейін тек барды да жаңағы басқа бір кәсіпте немесе жаңағы құрылыста жүреді балалар. Охранаға кетіп қалады, дұрыс айтасың. Сөйтіп бұл мамандық құр қалады. Енді сол үшін әке-шешесіне айтам, баланың икемі жоқ болса, медицинаға барғысы келмесе, оны зорлаудың қажеті жоқ. Бірақ икемімен барса, және бұл жерде медик болам, дәрігер болам деп жатса, бір айта кететін нәрсе шыдамдылық керек бұл жерде. Бірден сен жаңа дәрігер болып келген кезде, бірден сен медсестра болып жұмысқа тұрған кезде, саған уыстап ешкім ақша бермейді. Бұл жерде бір жалақыға жүресің, және ең ауыр жұмысы әлгі адамдардың ауырып, сырқап, әлгі жылап жатқан, сықтап жатқан өлім болып жатады. Сол кездер бәрін соны психикасы шыдау керек, эмоциялық өте ауыр жұмыс. Біріншіден соған өте шыдамды бол. Екіншіден мамандығыңды үнемі жетілдіріп отыру. Бұл жерде тұрақтап қалуға болмайды. Иә, мысалы кейбір маған пациенттер айтады, бір аспирин мен аналгиннен білмейтін бір дәрігер қарады, жаңағы бір осындай ауылға барып едім, сөйтіп сіздерге келіп жатырмын деп айтып жатады. Сол кезде жаңағы біздің коллегаларымызға келген сөз ғой, сол кезде шынымен де ойланып қаламын. Енді действительно адам деген өмірі өзін бір жетілдіріп отыру керек. Өйткені біздің дәрілер де, ғылым да бір орында тұрмайды, үнемі дамып жатады. Иә, ауруларда мысалы бұрын УЗИ деген мүлдем болмаған. Мысалы менің анам бізді босанған кезде, сені анаң босанған кезде
УЗИ өтпеген, өзің сұрақ көрсең болады. УЗИ енді біздің Қазақстан дамып жатыр. Қазір бәріне біз поголовно УЗИ өткіземіз. Мысалы, ішіндегі баланың жағдайын білмеген, тіпті шетінеп кетсе де білмейтін болған. Тек ана неге бұл қимылдамайды, әйтеуір УЗИ кейін шыға пайда болған. Сондықтан қазір ғылым дамып жатыр, ол бір орында тұрмайды. Үнемі өзін жетілдіріп отыру керек. Бұл сосын сондай білімге деген құмарлығы бар адамдар ғана, оқимын, жетілемін деген адамдар ғана бару керек. Әлгі мектепте нашар оқыған адамдар мединститутқа түскенімен де бірінші, екінші курста шығып қалады. Біздің талай сокурсниктарымыз болған, бірінші курста жаңа грант сатып алып, айтып бүйтіп әйтеуір түсті. Бірақ оқудың барысында ол оныкі емес екенін түсінеді, қиын екенін түсінеді, оқудан шығып қалады. Қаншама ақшасын, жаңағы нервісін, өзінің уақытын сая қалады. Бұл бірінші мәселе. Сондықтан енді медик боламын десе өзі қалау керек, және жаңа упорство дейді ғой, тәжірибеге, жаңа ұзақ шыдамдылыққа өзін баулу керек. Бұл тағы да бір сұрақ. Медицина мамандығына түскендер қанша жыл оқиды? 9-дан кейін түссе, 11-дан кейін түссе, соны толығырақ айтып кетсеңіз. Одан кейін алғашқы түскен жылдардағы жалақысы және осы карьерный лестница бар ғой, медицинада, осы именно гинекология саласында қанша жалақыға дейін барады? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Одан кейін кәсіпкерлік пен сол ортадағы айырмашылықты да айтып кетсеңіз, осы тура сұрақтарға жауап берсеңіз. Ең алғаш мен өзім дәрігер болып 10 жыл медицина университетте оқыдым. 10 жыл болғанда 6 жыл диплом алған, бірінші курстан бастап бакалавр дейді, жаңа 6-шы курсқа дейін диплом алғанға дейін Қазақ ұлттық медицина университетін бітірдім, Асфендияров атындағы. Одан кейін 7-ші жылда Астанада интернатура оқыдым. Одан кейін 3 жыл акушерство гинекология ғылыми зерттеу орталығында Алматыдағы резидентура оқыдым. Сонымен 10 жыл оқыдым. 10 жыл оқыдым. Практика бар ма ішінде? Сосын оның ішінде жаңа интернатура, резидентура кезінде біз уже клиникада жүреміз. Больницада профессорлардың жанында, академиктердің жанында жүріп, солармен бірге палата жүргіземіз, солармен бірге науқас жүргіземіз. Солар бізді бақылап отырады. Ол кезде біздің стипендиямыз, ұмытпасам, 40 000 теңгенің көлемінде болған. Қазір қандай болып тұр? Қазір енді сол 40 000 көп бола болған жоқ, бір 50 000 шығар мықтап кетсе. Одан кейін бітіргеннен кейін мен резидентураны бітіріп, кәдімгідей өзім бір атағым бар, резидентура бітірген деген. Сөйтіп Талғар ауданына мені жаңа заведующий қылып шақырды. Басында Талғарда жаңа научный центрда жүргеннен кейін бір Талғарға келіп, ауылға келіп жұмыс істеуге бір өзімше, ой, мен Талғарда барып жұмыс істемеймін, не бар маған ауылдық жерде, мен Алматыда жұмыс істеймін деген бір өзінде маңғаздық болады ғой. Сөйтіп отырған кезде маған айтты, жоқ, сізді біз заведующий қылып женский консультацияға шақырамыз деп. Содан кейін мен бірден келістім. Сөйтіп бір орында отырғаннан қақиып отырып байланып қаласың. Заведующий болып мен сол жерде 5 жылда істедім. Жалпы бірақ Талғар ауданында мен 10 жыл жұмыс істеттім. 10 жыл. Жалақыңыз? Ең алғаш сол заведующий болып келіп, Құдай самасын, қарағымағымда бір 10 шақты адам бар. Бастық болып, көкірегіңе нан пісіп тұрады ғой. Сөйтіп жүрдім, сөйтіп айдың соңында өзім ойлап қоямын, айдың соңында қанша айлық алады екен деп. Сөйтіп айдың соңында қолыма 45 000 теңге түседі ғой. Сонда өзім стипендиямнан бір 5 000 теңге ғана артық та. Сосын бір шок болып қаласың да, мә дейсің де, бір менімен бірге оқып, кейін медицинадан кетіп қалған достарым бар болатын. Олар бір косметика саласында, бір сетевой жағында бір 200 000, немесе өзімнің одноклассниктарым банкта, бір басқа салада істеп 100 000-нан асырып 200 000 төңірегінде ақша алып жүретін. Сол кезде мен заведующиймін деп мақтанып жүретін де. Сөйтіп айдың соңында қолыма 45 000 түскен кезде кәдімгідей бір түрлі болып қаласың да, магазинге барып қайсысына жеткізеріңді білмей тұрасың да, комслугаң бар, не істеріңді білмей. Оның үстіне өзің 10 жыл оқығансың, кәдімгідей бала шағаң бар, оларға да ақша жету керек. Ойлайсың ғой, мен қанша жыл оқыдым, енді бір достойно ақша алу керекпін деп. Сол кезде бір кәдімгідей шок боласың. Сол үшін енді медицинаға барам, жаңа медик болам деп жатса, сондай шоктарға дайын болу керек адам. Сосын кейін стаж деген нәрсе болады. Сосын мен айттым, маған неге бұл айлық алсын? Сосын ендігі жолы маған ставка қосылды. Бір ай сізді сынадық дегендей айтты да. Сосын ставка қосылды, кейін категория қосылады, жұмыс істеу барысында. Категория қосылғаннан кейін стажың қосылады, сосын кейін ақшаң біртіндеп көбейеді. Ең соңғы жаңағы жұмыстан кеткен кездегі айлығым 200 000-нан асты. Бұл бонус жоқ па şimdi? Бонус ол жерде СКПН деген бар, мысалы. Бұрын гинекологтарға ол берілмейтін, терапевтерге ғана беріледі. СКПН деген мына егер сенің қарамағыңда участокте ешқандай асқыну болмаса, әйелдер аман есен босанып жатса, балалар аман есен болса, ешқандай туберкулез, тағы басқа аурулар табылмаса, сол кезде берілетін жаңағы үстеме ақша. Сол үстеме ақшамен бәрін қосқан кезде мен айлығым осы жаңағы 10 жыл стажым бар, жаңағы категориям бар, бірінші дәрежелі. Соның барлығын қосқанда 200 000-нан әзер асқан. Сосын бізге түнгі дежурство қоятын, түнімен дежурить етесің.
сөйтіп түнде мысалы бір кесарево операция жасайсың, әлгі әйелді де баланы да аман есен құтқарып қаласың, түнімен қан құясың, сөйтіп таңертең бір өзіңді герой сезініп шығасың ғой, бір әлемде 2 адамды құтқардым, далаға шықсаң елдің бәрі бір онша білімсіз, сен мына жерде бір керемет білімді болып шығасың да ана жерде. Сөйтіп үйге кетіп бара жатқан кезде магазинге кіресің, магазинге кіріп бара жатқан кезде сатып алған кезде ана бүткіл ана көкірегіңде пісіп тұрған энтузиазм бәрін дөме кетеді. Сосын ойлайсың, мен сонда түнімен жүріп деп. Неужели бір өзім жаңағы дүкенге кірген кезде мынау қанша тұрады екен бағасы деп ойламай тұратындай сондай дәрежеге қашан жетеді екен. Иә, сосын мен ойладым, мынау бір медицина деген өзі оңбаған мамандық екен. Өмір бойы оқиды екенсің. Өмір бойы сода салада жаңағы күндіз түні жұмыста жүреді екенсің. Не тапқаның айлығыңа жетпейді екен. Бұл не бизнесқа жарамайды. Мысалы, медицинада қалай бизнес жасайсың? Мысалы, вообще ешқандай бизнес мүмкін емес деген ой қалыптасты. Фантастика. Сөйтіп мен медицинаны тастайтын болып шештім. Одан кейін медицина тастаймын, не бір сауда саласына кетейін, не сатамын. Медицинаның кішкене хабарым бар осы. Мен оборудование, медицинаға қатысты бір заттарды сатайын. Сосын бізге сол кезде бір менің коллегам писарилармен айналысып жүрген. Соны көрдім, осыны дамытайын, бүткіл Қазақстанға, гинекологтарға осыны сатам деген ой болды. Сөйтіп миллион ақша табам деп ойладым. Бірақ оның да онша іске аспайтынын бір көрдім. Ол кезде бір алып алған жаңағы Москведе заказ беріп, писарилар көп алдыртып алдым. Одан кейін ол сатылмай қалды. Кейіннен әрине оның бәрі сатылып кетті. Бірақ одан да жаңағы 10 жыл тәжірибе, мысалы бірдеңе істейін десең, тәжірибе керек, ең бірінші тәжірибе керек. Мысалы мен 10 жыл оқып, жаңағы профессорлардың жанында жүресің, науқаспен қалай сөйлесу керек, одан 10 жыл тәжірибем бар. Соның барлығы мысалы кейде бір адамдардың істеп отқанын көресің, дұрыс емес істеп отыр ғой. Менің қолымнан сол нәрсенің күшті келетінін түсіндім да. Одан кейін осы медицинаны алыстауға болмайды екен. Енді басқа салаларын іздей бастадым. Сөйтіп YouTube канал аштық. Отбасы академиясы. Отбасы академиясы. Қазір Жанна Торемуратова деп аталады. Құрметті салаттардың көрермендері, өздеріңіз туыстарыңыз болса, осы гинекология саласында бедеулік жағынан, бала туамай жатқан жағынан, енді әйел адамдарға ауру көп, еркек адамдар сияқты 3 адамның бірі дедіңіз ауру. Жанна Торемуратова деп жазса, YouTube каналда да, YouTube каналында, Telegram каналында осы видеоның астына сілтемесін қоятын боламыз. Міндетті түрде байланысқа шығыңыздар, кіріңіздер. Енді тәжірибесін өз аузынан естіп отырсыздар, яғни білетін адам, тәжірибесі мол адам десек те болады, яғни пайдасы сіздерге тиеді. Сөйтіп инстаграмнан парақша аштым. Одан кейін адамдар сол сұрақтарды жаудыртады. Бәріне тегін кеңес бересің. ютубты да тегін жүргізіп жатырмыз. Не бұдан бір пайда түспейді екен, ол не нәрсе. Сөйтіп әйтеуір бір нәрсені айналыса бердік. Сосын бір күні жанымда ізденген адам барлық кезде бірдеңе табады. Іздену керек та өмірі. Мысалы, айтады ғой, өзіңнің қабілетіңді ақшаға айналдыру керек. Сөйтіп менің қабілетім медицинадан алыстамау керек екенін түсіндім. Өйткені маған әлгі адам проблемасын шешіп беру керек, немесе бір қыжалатынан шығу керек, пайдалы. Енді не пайда келді? Мен тек пайдам осы гинекология екен. Басқа қолымнан дым келмейтінін түсіндім. Сөйтіп жанында бір кісі жаңағындай УЗИ аппаратты сатып алып, өзі кабинет ашып кетті. Көзімнің алдында болды. Танитын адам, бірге жұмыс істеп жүрген адам. Сосын мен де ойлана бастадым, адам істейді, мен неге істей алмаймын? Сөйтіп мен де осы өзіме компаньон іздей бастадым, серіктес. Сөйтіп қалай істесек болады? Сосын кабинет бірінші УЗИ аппарат алу керек екенін түсіндім. УЗИ аппарат алып алдық, одан кейін кабинет іздедік. Ол кабинет ыңғайлы, қай жерде мысалы менен басқа оны ешкім білмейді. Орын, бизнестің орналасқан орын өте маңызды дүние. Сосын мысалы қаланың орталығынан да алуыма болатын еді. Ол жерде жаңағы условиясы да жақсырақ, үлкендеу кабинет, ақшасы да арзандау, кабинеттер көп. Бірақ ол жерге ешкім УЗИ іздеп бармайды, ол жерге ешкім гинеколог іздеп бармайды. Гинекологты барлық сол больницаның төңірегінен іздейді. Әрине бүгінгі таңда өзің көріп тұрғандай конкуренция өте көп бұл жерде. 7-8 УЗИст отыр, бірақ әр УЗИстің мен түсінгенім, егер сен өзіңнің ісіңнің шебері болсаң, конкуренциядан қорқудың қажеті жоқ. Маманы болсаң, саған бір келген мысалы науқас риза болып кетсе, ол қызын ертіп келеді ертең, ол қызы өзінің қайынсіңлісін ертіп келеді. По-любому саған адамдар келеді. Қандай бизнес болсын, бірінші сен адамдарға мысалы тек қана ақшаны ойлап кетпеу керек та. Пайда деп ақшаны ойлап кетсең, ол жерде кейде бір частный медцентрларға барсаң, керегі бар, керек емесі бар, ол анализ тапсырта береді. Оны адам сезінеді, ол біледі, барғаннан кейін айтады, ой, анау мүмкін бір алданар, екі алданар, одан кейін саған келмейтін болады. Ал енді сен бизнесің өрге бассын десең, сен онда адам шынымен келді, расымен қалай бар адамдарға түсіндіріп айту өте маңызды. Мысалы, жазып дұрыс емдеген күннің өзінде де егер сен түсіндірмесең, оны науқас түсінбейді, сен дұрыс дегенді де білмей кетеді. Сол үшін науқаспен бірінші барлығын қыжалатын түсініп, оның қандай жағдай, не себеппен сондай болды, сосын оның проблемасын егер шешіп берсең,
шынымен ол саған риза болып кетсе, ертеңгі күні ол пациент саған қайтып келеді, туысқандарын ертіп келеді, және өзіңе де бір мамандығыңа деген бір сүйіспеншілік пайда болады, махаббатың ашылады. Мен шынымен де бір проблеманы шеше алады екенмін ғой, мен анаған көмектестім деп, мысалы бір жүкті бола алмай жүрген отбасы келеді. Осыдан біраз уақыт бұрын маған Ақтау қаласынан келді. Осы сізді Инстаграмнан көрдік, Ақтаудан келдік деп. Сеніп келді, 3 жыл болған, жүкті бола алмаған. Сөйтіп маған келеді, біз 1-2 ауыз сөз сөйлейміз, ана әйелге сен тумайсың деген уже нәрсе миына қонып қалған. Қанша гинекологқа барған, Ақтаудың бүткілін барлық гинекологты аралап тастаған. Сөйтіп күйеуге Алматыға келді, мен жаңа сөйлесем онымен, бірақ қарап отырсаңыз, 1-2 ем жазып берем, жаңа ішетін дәрілерін жазып берем. Біраз уақыттан кейін маған ол кісі хабарласады, мен жүкті болдым, сізге учетқа тұрсам деп, енді жаңа Алматыда тұр, Талғарға келіп қатынау қиын болады. Мен айтам, сен сол өзің тұрған жерде учетқа тұра бер, маған ақыл кеңеске керек кезде келе бер. Сөйтіп ол пациентіміз аман есен босанды. Сосын мысалы 2 қыздан кейін ұзақ уақыт туа алмай ұл тусам, енді өйткені денсаулығы нашар әйел болды да, ұлды қалай жоспарласам деп әйел келді. Енді әрине бәрі Алладан, бірақ жаңағы жоспарлауға көмектесуге болады, бәрін түсіндірдік, айттық. 2 қыздан кейін аман есен бәріне дайындалып, тексерістен өтетін жерін бәрін тексерістен өтіп, емдейтін жерін бәрін емдеп, аман есен ұлым туды. Сөйтіп, себепкер болдым да, былай қарап отырсаңыз. Сол кезде сондай пациенттердің рахмет деп жатқанын естисің, кәдімгідей өзіңді бір мен жоқ, мен медицинада жүру керек екенмін деп өзіңнің бір іштей өзіңе өзің риза болып, өзіңе өзің бір құлшынысың артады да жұмысыңа деген. Сосын кейде шынымен мысалы енді қазір частный кабинет қой, ақшасы жетпей тұрады пациенттердің. Сол кезде мысалы енді көп жағдайына кіру керек та пациенттерінде. Сосын кейін олар басқа сенің бір қыжалатын болған кезде мысалы жасап беріп кетіп жатады. То есть бұл жерде пациенттер мысалы мен ауылдық жерде отырмын, қанша дегенмен Талғар қаласы болғанда да ол ауылдық жер. Бұл жерде бәрі бірін-бірі таниды. Сосын бұл жерде сарафанный радио өте қатты жұмыс істейді. Риза болған бір-біріне, сосын отзыв та кетеді, пікірлер де кетеді. Әйелдер по-любому бұл жерде отырған кезде бір-біріне проблемасын айтады. Сен анаған бар, сен мынаған бар деп айтады. Мысалы, Талғарда өзі жақсы 5-6 гинеколог бар, солардың әрқайсының өзінің пациенті бар. Ешқайсысы бір пациентсіз, адамсыз отырмайды. Ондай жаңағы емдей алмайтын адамдар өзі бір 3-4 айдан кейін жабылып қалады, өзі белгілі болып тұрады, олар ашылды, жабылды деген сияқты. Ал енді өзінің ісінің майталманы болса, оған 2 қолға іс табылады дейді ғой. Сол сияқты ол барлық жерде, егер сен профессионал болсаң, егер сен кәдімгі сол кәсіпті сүйіп істейтін, жақсы істейтін болсаң, онда саған қаралатын адам да табылады, ақша да табылады. Яғни сізге мамандық ретінде де жұмысыңыз өрге басады, кәсіп ретінде де клиенттен былай шыққанда құр қалмайсыз дегізіп тұр ғой. Құрметті Сала Таңдау көрермендері, және Мамандық Таңдау көрермендері, бүгінгі видеоның жалпы мағынасын, ішкі сырын қырын түсініп отырсыздар деп ойлаймын. Яғни мамандыққа да жақсы, кәсіпке де жақсы келетін салалардың бірі бүгінгі біздің сұхбатымыз. Ары қарай жалғастырайық, сіздер соңына дейін көруді жалғастыра беріңіздер. Енді ары қарай сұрағымызды жалғастырайық, Жанна ханым. Қазір өзіңіз айтып отырсыз, мен сізден естігеннен кейін түсініп отырмын да, УЗИ деп тұрған жер бәрі гинеколог па сонда? Жоқ. Осы жалпы гинеколог саласында конкурент көп па? УЗИ-дің бәрі гинеколог емес. УЗИ мысалы бұл жерде бір хирург УЗИ түсіріп отыр да, жас жігіттер. Олар бауыр, бүйрек, қан тамырларының УЗИ-ін өте жақсы түсіреді. Бірақ олар екіқабат әйелді қарамайды. Мен гинекологпын ғой. Мысалы әрбір қазір болашақта УЗИ деген мамандық болмайды. Кәдімгі шетелде, Америкада мысалы әр мамандық гинеколог өзінің УЗИ-ін қарайды. Жаңа травматолог өзінің УЗИ-ін қарайды, буындарды. УЗИсті сосуд, УЗИсті хирург, ол УЗИ жаңағы қан тамырларының УЗИ-ін өзі түсіреді. Неге бұл ненің артықшылығы? Мысалы, мен әйелдің етеккір циклін білем, жаңа жатырды жөндеп қарай алам, аналық безін қарай алам. Мысалы, оның әр күні келсе әйел, оның жаңағы маткасы де әртүрлі болып тұрады. Мысалы, оны егер гинеколог емес, жай УЗИсті қарай салса, ол дұрыс емес диагноз қойып қоюы мүмкін. Сол үшін гинеколог қараса матканы, ол жаңағы матканың өзінің бір ерекшеліктері болады, қарайтын күндері болады. Соның барлығын ол жаңағы гинеколог болса, ол жақсы біледі. Сол үшін диагноз қойған кезде мысалы қателеспейді. Және егер жаңағы екіқабат әйелді түсіретін УЗИ кезінде, мысалы мен гинекологпын ғой, соны мысалы не үшін 12 аптада УЗИ өту керек, не үшін 20 аптада УЗИ өту керек. Сондықтан соның барлығын сондай бір нюанстарын білесің де. Мысалы, мен гинекологический УЗИ түсірем, және жүкті әйелдерді УЗИға түсірем, бауыр, бүйректі УЗИға түсірем. Мысалы, мен хирургтардың жұмысына, басқа бір нәрсеге араласпаймын. Немесе кардиологтың УЗИ сердца дейді ғой, кардиологтың жұмысына араласпаймын.
тек өзімнің мамандығыма, өйткені маған дұрыс диагноз қоюға және емдеуге маған УЗИ көмектеседі. Мысалы үкіметте бізде тұр ғой, мысалы жағымызда больницада үкіметтен жаңағы врачтар отыр. Сіздер частныйсыздар мына жақта. Адам екінші үкіметтікіне барса, ол тегін бола ма или оған да ақша төлей ме? Мысалы айырмашылық. Мысалы частный жақсы дамып жатыр. Мен енді бұл жерде біз қазір гинеколог боламын дегендер, мысалы бізде қазір врач кісілер де қарап отыр ғой. Жалпы жеке шықса клиентсіз қалмайтыны біріншіден осы не саласыздар, жаңа көзіміз жетті, егер маманның иесі болсаң өзің клиентсіз қалмайсың. Ең басты локацияны дұрыс таңдау керек. Одан кейін тегін ақпарат, көп пайдалы ақпарат беру керек. Мысалы біз ағайдың несі бар енді, сала таңдаудың 11 тәсілі деймін, ағайда өз қабілетін кәсіпке айландыр. Жанна ханым сол неден өткен ғой, мысалы. Сіз жаңа локацияны дұрыс таңда дедіңіз, маманың иесі бол дедіңіз, одан тегін ақпарат көп бердім деп отырсыз. Ютубпен, инстаграммен ол табыс әкелмесе де бердіңіз, бірақ арты ол сізге маман ретінде сізді халыққа таныстырды, одан табысталып келіп жатыр. Қазір уақытта енді сіздің профессионалдық деңгейіңізді дәлелдеп отырсыз ғой, сіз өзіңізге ашық айту арқылы, жаңағы проблеманы көрсету арқылы, эфирге шығу арқылы. Көп адам қорқады. Эфирге шығып инстаграм ашып олар пайдалы ұялуы да мүмкін. Яғни одан қысылмайсыз, барынша кез келген жабық тақырыпта ашық айтып бердіңіз. Сол сіздің өсуіңізге ол да бір көмектесіп тұрсыз ба? Түсінігіміз бойынша. Енді осы жерде гинеколог кісілер болса, хирург кісілер болса, жалпы өз маман кісілер отыр да, кәсіп ашу үшін, мысалы, сіз аштыңыз да, орталықта сертификат керек болды ма, лицензия керек болды ма, ИП аштыңыз ба, ТО аштыңыз ба, лизингпен алдыңыз, кредитке алдыңыздар, дұрыс па, қанша жылға болды, өзін өтеп отыр ма деген сияқты. Енді біздің қазақ көбінесе осыдан қорқады, үкіметтен қорқады, тексерістен қорқады. Сол жағын айтып беріңізші, ИП ма, ТО ма, лицензия ма? Ең бірінші жаңағы жұмыс өтілі болу керек. Мысалы 5 жылдан аса сен сол мамандықта жұмыс істеуің керек. Сосын документтерің, құжаттарыңды барлығы ретті болу, яғни дипломың бар, жаңағы өзің тұратын жергілікті жердегі сол арнайы жаңағы лицензия беретін органдарға сол документтің барлығын жібересің. Қазіргі таңда тіпті оңай, онлайн жібере саласың, барып, мысалы біз бұрын Талдықорғанға барып өткізетінбіз, қазір онлайн бәрін сканерден өткізіп жібере саласың. Қанша күнде жауап келді? Енді 1 ай көлемінде. Бір ай көлемінде жауап келді. Мысалы, мына жеріңіз дұрыс емес екен, анауыңыз қайда деген сияқты болады. Қайтадан жібересің, қайтадан жібересің. Сол кезде қолыңа сенің сертификат, лицензия беріледі, яғни жекеменшік болып жұмыс істеуіңе құқық береді. Содан кейін ол құқықты алғаннан кейін бірінші бірақ сен отыратын орнын таңдап алуың керек. Өйткені сол жер санпеднадзордың жаңағы тексерістен өту керек, соған сай ма, сәйкес келмей ма, сәйкес келетін болса сізге рұқсат, ауасын, суын бәрін тексереді. Сол проба алып кетеді, 1-2 күн бұрын сол пробаның қорытындысы шығады, одан кейін келіп өздері тексереді. Жаңа сәйкес келетін болса, площадь дейді ғой, көлемі, суы, жарығы бәрі болу керек. Яғни пациенттерді қабылдауға мүмкіндік болу керек. Содан кейін соны алғаннан сол қағаздың бәрін жаңағы лицензия беретін мекемеге жібересің. Яғни мен алдым. Қандай мекемелер бар лицензия береді? Лиценз деп аталады, мына неде. Кәдімгі ЕГОВ сияқты лиценз деп аталады. Жаста шығады ғой интернетте. Интернетте лиценз, яғни электронное лицензирование деген сөз ғой. Сол лицензге кіріп, сол жерде бәрі нұсқаулықпен танысып, бір болмай қалады, сосын қайтадан жібересің. Бірден, конечно, бәрі саған мә деп тарсылап шыға келмейді. Жіберген кезде мынауыңыз жіберілмей қапты, мынаны қайтадан жіберіңіз, анауыңыз толық болмай қапты дейді. Сосын әлгі бір документті бір қағаз ғана сиятын қылып тұрады да, соны түсінбей қалып басында. Сөйтсем оны архивировать етіп, содан кейін жіберу керек екен. Сондай бір нюанстар болады. Сөйтіп, соны жіберіп біткеннен кейін қолыңа сол лицензияңды алып, одан кейін спокойно жұмыс істей бересің. Сонда смело аша бересің. Сосын налоговый органға барып, өзіңнің ИП-іңді немесе ТО-ыңды тіркетесің. Сөйтіп кассовый аппарат, қазір соткада мобильный рекасса деген приложение бар, онлайн оны ашып аласың да, болды. Сонымен күнделікті келген кассаңды соғып, налогыңды уақытында төлеп отырсаң, және жаңағыдай ешқандай бір жұмысыңда нарекание дейді ғой, яғни бір шағым болмаса, спокойно істей бересің. Одан кейін УЗИ аппарат, оны қалыпты наличка ақшаң болмаса, кредитке, рассрочка, лизингке алуға болады. Бірақ сен ол кезде сенімді болу керексің қайтаратыныңа. Өйткені егер сен сол ақша жоқ, сенен жаңағы сенімді болу керек саған пациенттердің келетініне. Өйткені сен лизингке алдың, мысалы 300-400 мың айына төлеген кезде, сен мысалы егер мысалы 30%-ін төледің, сосын айталық 5 миллион ақшасын төлеп тастадың, ары қарай төленбей қалды. 5 миллионын қайтарылмайды. Яғни күйіп кетеді. Сондықтан сен өзіңе сенімді болған жағдайда маған пациенттер келеді. Енді сол бірінші ол бірден сен сразу частныйға кете алмайсың. По-любому сен бірінші өзіңе клиентский базаң болу керек. Өзіңді сенімді болу үшін бірінші жаңағы мемлекеттік ауруханада жұмыс істейсің, тәжірибе жинайсың.
бірінші кезекте негізі кез келген мамандықта, тек қана медицинада емес, тәжірибе тұру керек. Тәжірибені жинақтап, содан кейін өзің сенімді болған кезде, сол өзіңнің услугаңа ақы ала алатын жағдайда ғана уже частныйға кету керек. Ол тек қана медицина емес, басқа салады. А медицина тем более, өйткені саған науқас өмірін сеніп, еще ақшасын төлеп келгеннен кейін, сен міндетті түрде оның барлық проблемасын шешіп, дұрыс жол бағыт көрсетіп жіберуің керек. Сосын тағы сұрақ. Гинеколог мамандығы жұмыссыз, егер өзінің саласы маманы болса, жұмыссыз қала ма? Жұмыссыз қалуына қанша мынандай риск бар? Жұмыс әрқашан. Енді гинеколог жұмыссыз жүріпті дегенді мен өз басым естіген жоқпын. Безработный гинеколог. Тіптен болмай қалса, енді гинекология ұнамай қалатын адамдар бар, түнгі жүрісті қойып тастайды екен деп. Бізде де болды гинеколог деген қанның жынның арасында жүреді екенсің, бұл қиын жұмыс екен деп бір-екі неткеннен кейін кетіп қалып жататын. Тіпті 10 жыл, 20 жыл жұмыс істеп гинекологиядан кетіп қалатын адамдар болады. Соның бір мен болайын деп болмай қалдым ғой. Сондай олар по-любому или хотя бы фармкомпанияда жаңа медицинский представитель болып жүреді. Яғни медицинаны оқып жұмыссыз қапты, жұмыссыз жүрген, мүлдем екі қолына бір жұмыс табылмай қапты деген мен кісіні көрмедім. Жалпы жастарға медицина мамандығына түсуге жүрегі қалап тұрса, кеңес бересіз бе? Мысалы өзі қалап тұрса, бірақ мамасы бухгалтерға итеріп жатса. Мамасын тыңдамасын, жүрек қалауын тыңдасын. Өйткені біздің Қазақстанға мықты дәрігерлер керек. Ертең сол мамасы ауырып қалса, баласы емдейді соны. Сол үшін ең күшті тіпті мысалы біз неге жаңа керемет дәрігерлерді деп Израильге, Түркияға, Стамбулға кетіп қалып жатады, Кореяға барып емделіп кетеді. Ол жақта біздің пациенттерге кошелек есебінде қарайды. Яғни ол жаққа тек қана сен ақшаңды төлейсің, сол кезде қарайды, басқа жағдайда қарамайды. Біз өзіміздің халқымызды ұлт болып қаламыз десек, медицинаны өте қатты дамытуымыз керек. Біздің тіпті Өтеубайдағы Тілеуқабылұлының фитотерапия жағы, соны біз мысалы ұмытып кеттік қой, шөппен емдеу, халықпен. Қазір көп химиялық дәрілерді береміз, бірақ сол химиялық дәрілерден кейде сол қарапайым шөп дәрілердің тиімділігі артық болып жатады. Сондықтан біз өзіміздің медицинаны жандандыруымыз керек. Мықты хирургтар, мықты жаңа кардиологтар, мықты гинекологтар, мықты терапевттер бізге керек әрдайым. Сол үшін жүрегі қалап тұрса, дәрігер болам десе, жолы ашық. Бізде енді институт таңдаған кезде ең Қазақстан бойынша мықты университеттердің бірі Қазақ ұлттық медицина университеті, сосын Қарағандағы медицина университеті, Ақтөбе медицина университеті. Жақсылардың бірі. Мысалы Қазақ ұлттық барлық жерде студенттің өзіне байланысты. Неге Қазақ ұлттық медицина университетін айтам? Өйткені кітап қоры өте бай. Мен Астана медицина университетімен Асфендиярды салыстырған кезде екеуі жер мен көктей. Енді мүмкін қазір жағдай өзгерген шығар. Біз Асфендиярда кәдімгідей 4 этаж кітапханасы бар. Бірінші этажда тек қана бірінші курстар отырады, екінші курс, үшінші, төртінші этажға шығуға бізге бір мәртебе, дәреже болатын да. Сосын бір жоғары курстарға барып, сол жерге кірген кезде кәдімгідей өзімізді бір әлгі күшті сезініп, кітапхана, кітаптар деген толып тұрады. Қалаған кітабыңды алып оқисың, және ол қалаған кітабыңды табасың. Бірнеше экземпляры болады, ол жерде кітаптың саны көп. Тек оқитын адам болса болады. Бір-біріміз сол кітапханадан танитын едік қой. Астанаға барған кезде кітапханасы өте жұтаң көрінді маған, өте жұтаң. Мен Астанада қайта керісінше күшті шығар, жаңа зданиясын көріп, Алматыдағы институт кішкене ескілеу ғой. Оған дейін білім ашқан. Сөйтіп Астанаға барып қайта күшті шығар десем, бірақ енді ол жерде клинический база дейді ғой, клиникалық база мықты. Практика жағынан ауруханалар көп, бірақ кітапхана қоры өте жұтаң болды. Мүмкін қазір өзгерген шығар, енді мен бітіргелі біраз жыл болды ғой, 10 жылдан асып кетті. Ол кезде барсаң бір кітап, мысалы Шехтмана деген болатын, әлгі экстрагенитальный патология беременных, жүрегі ауыратын, бауыры ауыратын әйелдерді қалай жүргізу керек жүктілік кезінде. Сол жайында бір кітап, сол бір-ақ кітап екен, бүткіл университет бойынша. Қанша рет барам, мұғалімнің қолында дейді, болды. Сонда бір кітап ол бірақ мұғалімнің қолында. Ол студенттер оны көрмейді, тек бар ол институтта. Одан кейін соны іздеп бардым, кейін ол сатып алайын десең, ол кезде енді тіпті медициналық кітап сататын дүкен де жоқ екен Астанада. Алматыда Карат деген дүкен болады, содан барып қалған кітабымызды алатынбыз. Ақшамызды қиып сатып алатынбыз. Медицина кітаптары өте қымбат. 20 мың, 30 мың, 5 мыңнан жоғары болады. Қазіргі әдеби кітаптар 1 мың, 2 мың, ондай емес бағалар. Сөйтіп стипендиямыздың ақшаны жинап сатып алатынбыз кітапты. Сатып алайын десең, әлгі кітапты жоқ. Енді өзім гинеколог боламын, соның интернет-турасын оқып жүрмін. Маған қатты керек кітап болды. Одан кейін енді әйтеуір интернетті іздеп жүріп электронды сатып алдым. Бірақ электронды кітапты қабылдау маған қиынға соқты. Өйткені мен қағаз кітапты оқып үйреніп алғам. Сызып бетіне красной карандаспен сызып оқығанды жақсы көремін де. Өзім кітабым болғандықтан. Ана жерде енді сол үшін конспект жазатым, отырып алып, электронный кітапты дәптерге жазасың, сонда қағазда болады. Сосын қағазды оқыған кезде миыма кіретін де.
сөйтіп оқуға мәжбүр болдық. Сол үшін кітапхана енді қазір может кітапты алған шығар, интернет жаңа кітапханалар қорын байытқан шығар, бірақ Қазақ ұлттық медицина университетінде бәрібір кітап қоры күшті. Иә, бірақ барлық жерде айтатыным ол студенттің өзіне байланысты. Мысалы біздің Асфендияровта оқып жүріп, сонда Қазақ ұлттық медицина университетінде сабаққа бармайтын, кітапханаға кірмейтін студенттер де бар болатын. Әйтеуір кейбіреу бітіріп шықты, кейбіреулер жолдан тайып тұрды. Бітіріп шыққандарының өзі кейде дәрігер болып отыр екен, бір жерде анандай заведующий отыр екен деп естіген кезде, байғұс бүйректерін, байғұс пациенттер деп ойлайсың да. Гемодиализный центрда біреу заведующий отыр екен деп жаңа қуып жүретін бір. Сол кезде ойлайсың енді байғұс пациенттер деп. Бірақ студент егер жақсы оқитын болса, негізі условия жасалған Қазақстанда. Сосын мен студент кезімде мынау Талғат Ашевич Муминов деген Қазақ ұлттық медицина университетінің ректоры болған. Содан интервью алғам. Ол кезде Шипагер деген газет бар. Сол газеттің мен тілшісі болатын. Сөйтіп Муминов мұрзаға кіріп жаңаға интервью алам ғой. Сөйтіп сіз егер студент болсаңыз, қандай университетте оқитын едіңіз, қай университет таңдайтын едіңіз деймін ғой. Ол кісі айтады, бакалавр, яғни мына негізгі білім алуды мен Қазақстанда алатын едім. Ал ары қарай тәжірибе жетілдіруді шетелге баратын едім деп. Сол үшін мен шынымен де мысалы ол жердегі мықты кітаптар, ресейлік еврейлердің жазған кітаптары, өкінішке орай қазақ тілді кітаптар аз. Сол үшін тілді білу керек. Орыс тілін, әсіресе медицинаға барам дегенде, орыс тілі мен ағылшын тілін көп білу керек. Солардың әдебиеттерін көп оқу керек. Сонда білімі өте күшті болады. Иә, ал енді мысалы орысша өкінішке білмейтін оралман біздің группаластарымыз қиналып қалатын. Өйткені қазақ кітапта аударма не туралы жазылғанды ұқпайтын едік қой. Не вообще әлгі сөздің, өйткені студенттерге аудартады, печататқызады, оның ішінде қате де өріп жүреді, оның ішінде сөйлем де ұқпайды. Сонымен не туралы әңгіме болып жатқанын ұқпайсың. Ол байғұстар оқиын деп кітапты алып оқыған күннің өзінде ұқпай қалатын. Сол кезде біз әлгі мектеп бітірген кезде енді алтын белгімен бітірдім, бірақ орысшам сондай керемет емес еді. Бірақ ана кітаптардың арқасында қазір любой документация орыс тілінде болсын, қазақ тілінде болсын еркін жүргіземін. Сол айтамын, мен Асфендияровтан қазақ тілді кітаптарын болмағанның арқасы. Азаннан кешке дейін орыс кітаптарын құшақтап деп. Сол үшін тіл білу керек. Енді қазір Россия ол ағылшыннан аударады ғой. Сондықтан енді одан да озып шығу үшін бізге ағылшын тілді жастарды көбейту керек. Білген жақсы. Негізі медуниверситетте қазір тіпті ағылшын группалары бар. Сол кезде біздің қазақтың жастары сол ағылшын группасында оқиды, сабақ ағылшын тілінде өтеді. Жаңа біз 7-ші курста оқып жүрген кезде Астанада сондай группалар бар болатын. 2-3 курстың студенттері сабақ, мұғалім де қазақ, өздері де қазақ, бірақ сабақ ағылшын тілінде өтеді. Терминдер, сонда еркін кітаптарды жаңағы оқиды, олардың білімі менің ойымша одан да күшті болу керек. Сосын мысалы мен жаңа Муминовтың айтқан сөзін құлағыма құйып алдым. Өзім кейін жаңа Асфендияровты бітірдім, Астанада оқыдым. Одан кейін жаңағы акушерство гинекология ғылыми зерттеу орталығын бітіргеннен кейін 4 шет ел мемлекетіне барып өзім білімді жетілдіріп келдім. Қай елдерде? Мәскеуде оқып келдім, Дубайда оқып келдім, Кипрда оқып келдім, Австрияда оқып келдім. Үкіметтің атынан ба? Жоқ, үкіметтің атынан барған жоқпын, өзім атынан бардым. Ізденген адам, негізі орыс тілі сөз бар, кто ищет, тот всегда находит деп. Іздену керек те. Бір күні бір Мәскеуге бір жаңағы ғылыми конференция болатын болды, соған бір конкурс болып жатты, соған документ тапсырып барып келдім. Одан кейін мына Австрияға тоже конкурс, ағылшын тілін білу керек. Одан кейін бір ғылыми жұмысың болу керек. Яғни не барған кезде бір нәрсені қорғауың керек. Сол кезде өзің пікіріңді айту керек. Собеседование өттім, кәдімгі сөйтіп Австрияға да барып, өзім білімімді сол жерде конференцияларда жетілдіріп келдім. Мен ағылшын керемет деп айта алмаймын. Қолданбағаннан кейін ұмыта бастайды екенсің. Бірақ студент кезімде кәдімгідей сол ағылшынды оқып, біліп, Австрияға баратын кезде деп кәдімгідей бір жарты жыл өзім ағылшынымды шыңдап, бүгінгі таңда бірдеңені оқыған кезде кішкене түсінемін әрине. Кішкене сауаттымын дейсіз ғой? Иә, кішкене сауатым бар ағылшыннан. Бірақ жастарға айтатыным тілді білу керек. Абай да айтқан ғой, ғылым білім орыстарда деп. Өкінішке орай сол әлі актуальны болып отыр ғой. Біздің бәрібір де орыстардан кештеу дамып келе жатырмыз. Медицина болсын. Иә, енді оны орысты жеңу үшін бізге ағылшынды білу керек те. Ағылшыннан бірден аударып, бірден сол дүниені Қазақстанға енгізіп отырсақ, біз осып кетеміз, біз оған күшіміз жетеді. Әмин. Құрметті Сағаттан да көрермендер және Мамандықтан да көрермендер, бүгінгі біздің сұхбатымыз сіздердің көңілдеріңізге шықты деп ойлаймын, және үлкен өте пайдалы ақпараттар алдық. Негізі Жанна ханыммен отырып сөйлесе береді екенсің, әңгімесін тыңдасаң тыңдай береді екенсің. Ары қарай әңгімесін тыңдап, Жанна ханым біліміне тағы да басқаларына көз жеткізгілеріңіз келсе, және де бұл кісіден тікелей сұхбат алғыңыз келсе, болмаса өзінен тікелей кеңес алғыңыз келсе, Жанна Торемуратова YouTube каналыңыз бар, және осы видеоның астында сілтемесі бар. Отбасы академия деген Instagram каналыңыз бар да, қателеспесем.
Жанна Торемуратова біз мына жаққа міндетті түрде нелерін қоятын боламыз, кадрларды. Сол жерге кіріп, жазылып, достарыңыз, туыстарыңыз, қанша таныстарыңыз бар, бәріне таратып отырыңыздар. Бүгінгі біздің сұхбатымыз пайдалы болды деп ойлаймын. Егер ұнаған болса, лайк, комментарий жазып ұмытпаңыздар, таратуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдайық, қазақша каналдарды қолдайық. Жанна ханым сіздерге бүгін үлкен өте пайдалы ақпарат берді деп ойлаймын. Енді бұны сіздер үшін түсірдік және өзіміз үшін де түсірдік. Қолдауды ұмытпаңыздар. Қазақша контент дамысын. Жанна ханым айтып отыр ғой. Орыстардан көре бергенше қазір осы Қазақстанда өзіміздің каналды ашып, Жанна ханымды YouTube каналын жүргізіп отыр. Міндетті түрде қосылыңыздар, кіріңіздер. Видеоны алса лайк басыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.